сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Есенова Тұрсынай Жарылғасынқызы. Бүгін сіздерге қызықты кемпірқосақ тәсілін көрсетпекшіміз. Ендеше менің кішкентай зерттеушілермен танысып қойыңыздар. Менің атым Азат Раяна, мен 5 жастамын. Менің атым Ақсатова Мединамын, мен 5 жастамын. Ендеше балалар, бүгін кемпірқосақ тәсілін тәжірибесін жасамас бұрын қажетті заттармен танысып алайық. Қандай заттар қажет? 5 стакан су, қақауан, спилич, қан, Түрлі? тілетістер бояу. Жарайсыздар. Ендеше балалар, біз 5 стакан суымызға қантты салайық. Бірінші стаканға қант саламыз ба? Жоқ. Екінші стаканға неше қасық қант саламыз? 1 қасық саламыз екен. Ал үшінші стаканымызға неше қасық саламыз? 2. Ал ендеше төртінші стаканымызға 3. Ал бесінші стаканымызға 4. Жарайсыздар. Ендеше балалар, біздер түрлі түсті бояуларымызды араласу үшін кемпірқосақ жасау үшін бізге қандай түстер қажет? Қызыл, сары, жасыл, көк, күлгін. Жарайсыздар. Енді Медина, бояуларымызды араластыра қой. Мынадан алайық бүйтіп. Сары түсімізді араластыра қой. Раяна күлгін түсімізді араластырғанша, біз де жылдамдатып сары түсімізді араластырып жалайық. Тағы да алайық. Бірінші қандай түсті пайдаланамыз? Қызыл. Мен сіздерге көмектесейін, е? Әлдеріңіз келмей қалар. Енді қызыл түсімізді құяйық таза шыны ыдысымызға. Жарай ма? Енді балалар, қалай ойлайсыздар, қандай түс? Қызыл түсі бар бізде, Раяна. Енді сары түс қажет екен. Сары түсті алайық. Қалай ойлайсыздар, балалар? Суға қант қосқанда қандай өзгеріске болады? Су қоюланды. Жарайсыздар, балалар. Суға қант қосқанда судың тығыздығы артады, балалар. Енді сары түсімізді араластырайық. Күлгін түсімізді араластыра қойып, балалар. Балалар, сіздерге тәжірибе ұнады ма? Тыңдағаныңызға рахмет. Сау болыңыздар.